Қазақ тілі екінші тіл ретінде оқытылатын сыныптарда қазақ тіліндегі көркем шығармаларды оқыту мұғалімнен қажырлы еңбек, шығармашылық шабытты қажет етеді. Осы орайда сіздермен көксерек шығармасын оқытумен байланысты іс тәжірибеммен бөліскім келеді. Өткен оқу жылындағы іс-әрекеттегі зерттеу аясында жүргізілген кіріс сауалнамасының қорытындысында анықталған мәселелердің барлығы да көркем шығарманы, яғни әдебиетті оқытумен тікелей байланысты. Повестен тарауды және оқу мақсатын ашуға қызмет ететін ауыл адамдарының қасқыр ініне салған ойраны, көксеректің ауыл тұрғыны болған кезіндегі көрген қорлықтары, аш көксеректің қой бағып жүрген бала құрмашқа шабуылы секілді эпизодтар іріктелді және бейімделді. Үзінді бойынша лексикалық минимум әзірленіп, түрлі акты қосымшаларының көмегімен шығарманың мазмұнын меңгертуге қатысты жұмыстар жүргізілді. Оқушының қабілеті мен қызығушылығын ескере отырып, әрі ресурс үнемі қолжетімді болу үшін StoryJumper қосымшасында 3 кітап әзірледім. Оқушылар QR-код арқылы кез келген уақытта YouTube-тан қарай алады. Мұхтар Әуезов, Көксерек. Қарадыр деген жердегі қарағанның ортасында қасқырдың ескі іні бар. Екі аяқтылар індегі барлық күшікті алып шықты. Кейс әдісімен акты кіріктірілген сот сабақта оқушылар жағдаяттық кейс арқылы шығармадағы мәселені тараптар мүддесі жағынан талдауға тырысты. Сабақтың басында оқушылар Live Worksheets қосымшасында әзірленген тапсырманы телефондарына сканерлеу арқылы шығарма мазмұнын еске түсіріп алды. Шығармадағы эпизодтар бойынша құрастырылған жағдаяттық кейсте адамзат тобының қасқырлардың үстінен сотқа шағым түсіруі туралы айтылады. Бұлар адамзат тобы және де көксерек тобы. Сот басталды. Енді қандай істің қаралатындығын анықтау үшін біз әуелі назар тақтаған азаматтарға да жағдаятпен танысайық. Бір-біріне өзара қолдау көрсетулері үшін түрлі деңгейде оқушылардан топтастырылған адамзат және көксерек тобындағы оқушыларға өз мүдделерін қорғауда аргумент ретінде қолдана алулары үшін қосымша ресурстар іріктеліп ұсынылды. Ал сот тобына тілдік деңгейі жоғары 3 оқушы таңдалды. Себебі олар екі тараптың да ресурстарымен танысады, топтарды тыңдап, кінәлі тарапты анықтап, мәселені шешудің оңтайлы жолдарын ұсынады. Оқушыларға төңкерілген сынып әдісі бойынша ресурстармен танысып келу және қасқырдың ерекшелігі мен қазақ танымындағы қасқырмен байланысты деректерді тауып келу тапсырмасы берілді. Сонымен қатар сынып қабырғаларына ілінген шығарма сюжеттерімен байланысты суреттер мен сөз тіркестері және мақал-мәтелдер, пікірлерін дәлелдеуде көмек болатын клишелер оқушылардың сенімді әрі еркін сөйлеулері үшін тиімді қолдау болды. Өз сабақтарында жиі қолданатын дидактикалық құралдардың бірі кесте сызбалар. Осы сабақта да әр топқа арнайы кесте сызбалар әзірленіп ұсынылды. Оқушылар кесте сызбада берілген сұрақтарға қатысты ресурстардан және үзіндіден қажетті аргументтерді іріктеп кестеге түсірді. Бұл әдіс оқушыларды нақты әрі жүйелі сөйлеуде машықтандырады. Көксерек тобы сіздердің қорғауы өте жақсы болды. Сіздердің қорғау кезінде өте көп ақпарат пайдаланды және осы деректермен және өз құқықтарынан жақсы қорғады. Сабақтың бағалау кезеңінде рубрикаларға құрылған бағалау парағын топтық бағалауда қолдандым. Себебі өзара және өзін-өзі бағалауда болсын, оқушының сындарлы әрі шынайы бағалауы үшін өте тиімді. Рефлексия кезеңінде барлық оқушының сабаққа қатысты пікірлерін білу және уақытты ұтымды пайдалану үшін Google Forms қосымшасын қолдандым. Оқушылар QR-кодты телефондарына сканерлеп, сұрақтарға лезде жауап береді және жауаптары бірден мониторингленіп тақтада көрінеді. Оқушының зерттеу әрекеттеріне және кіріс сауалнамасындағы мәселелерге қатысты жауаптарын келесі сабақтарды жоспарлауда ескеремін. Құрметті әріптес, көксерек шығармасын оқытуда сабағында қолданған қандай әдіс немесе құрал түрлерін өз тәжірибеңізде қолданар едіңіз?